Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен мохито сусынның рецептімен бөлісемін. Өте дәмді болып шығады, жасап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге керегі лимон, лайм, мята жапырағы және 2 литр спрайт сусыны қажет болады. Лимон мен лаймды жуып алдым жақсылап. Енді лимонды 2-ке бөлеміз. Жартысын қойып қоямыз, жартысын ашитын боламыз. Сыртын барлығын ашып, ішіндегі дәндерін алып, турап аламыз. Енді лаймды да ашамыз да, жартысын турап, жартысын қалдырып қоямыз. Енді мятаның жапырағынан осылай үзіп аламыз. Ыдысымызға салып аламыз, ыңғайлы болу үшін. Енді жарты лимонымызды ішіндегі дәнектерін алып тастап, жіңішкелеп турап аламыз. Лаймды да дәл осылай турап алатын боламыз, жіңішкелеп. Енді ыдысымызға салып қоямыз, ыңғайлы болу үшін. Мясорубкадан өткізетін боламыз. Лимон және лайм жапырақтарын, лаймды да өткіземіз. Мята жапырағын мұны көріп тұрғандарыңыздай осылай ет тартқыштан өткізіп аламыз. Блендер жоқ болса, осылай мясорубкадан өткізіп алуға болады. Енді ситаға салып, ситадан өткізіп аламыз. Достар, егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сонда сіздерге бірден жаңа видеом ашылатын болады. Барлық құрамды описанияға қалдырып жазып кететін боламын, сол жерден қарайсыздар. Енді мята жапырағын саламыз, лимонды және лаймды саламыз. Үстінен спрайт сусынымызды құямыз. Қасықпен араластырып, осылай қақпағын жауып. Осымен сусынымыз дайын болды. Қазір құямыз. Жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Жақсы сусындардың бірі. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді сусынның бірі. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Баршаңызға ас болсын, сау болыңыздар.